Жетісай ауданының мамандандырылған дарын мектеп-интернатының 7-сынып оқушысы Ибрагим Руслан. Ал мен Албекмін. Бүгінгі біздің тақырып Мақтаарал өңіріндегі байқауларды тәркілеу науқанының жүргізілуі. 1925 жылы Головщикиннің келуімен Қазақстанда байқауларды тәркілеу басталды. Бұл тақырып бойынша зерттеулер өте көп. Алайда Мақтаарал өңіріндегі байқауларды тәркілеу науқаны туралы бірде-бір зерттеудің жүргізілмеуі тақырыбымыздың өзектілігін анықтап түсері сөзсіз. Жобаның мақсаты Қазақстандағы байқауларды тәркілеу науқанының құрамдас бір бөлігі болып табылатын Мақтаарал өңіріндегі байқауларды тәркілеу науқанының жүргізілуін зерттеу. Жобаның міндеттері Қазақстанда байқауларды тәркілеу науқанының жүргізілуіне талдау жасау. Мақтаарал ауданында байқауларды тәркілеу науқанының жүргізілуі нәтижелерін анықтау. Жобаға тарихнамалық шығу. Қозыбаевтың өзінің ақтаңдақтары ақиқатта атты еңбегінде және де Қойгелдиев пен Омарбеков бірігіп жазған тарихтағы ғылым эдит атты еңбегінен алынған. Зерттеудің диалектік негізі. Бұл материалдардың басым бөлігі Жетісай қаласындағы Мақтаарал аудандық мұрағаты құжаттарынан алынды. Зерттеудің жаңалығы. Тәркілеу науқаны кезінде Мақтаарал аудандарында байқауларды қалай тәркіленгенімен таныстық. Зерттеудің әдіснамалық және теориялық негіздері. Жұмысты жазу барысында ең қарапайым зерттеу әдістері пайдаланады. Тарихи деректерді пайдалануда мұрағат құжаттарымен жұмыс жасау әдістері қолданылған. Қазақстанда байқауларды тәркілеу науқанының жүргізілуі. Қазақстанда жүргізілген байқауларды тәркілеу науқаны ешқандай теориялық негізсіз күшеу мен зорлық-зомбылық құралдарына пайдалана отырып жүргізілді. Қазақтың бар байлығы малы. Малдан айырылған халқы сүйгенде құсауының жеңіл болатындай кең саясаткерлері түсінді. Сөйтіп тамыры тереңінен басылған ақырында қазақтың жартысынан жоқ қылуға апарған тарихының қанды зұлмат беттері ашыла бастады. Сол кезде қазақтың бетке ұстар алдыңғы топтары болып есептелген байларды кәмпескелеу әр ауданда бөлек-бөлек жүргізілді. Және де кәмпескеленген бөлек-бөлек әр байға мемлекет көңіл бөліп акт жасалынды. Оның қайырудан қанша малы барына көңіл бөліп, қағазға жазылып, мұрағатқа сақталынды. Давай, аяқ көрмейді, давай. Ғылыми жоба жүргізу барысында Мақтаарал ауданында көптеген байқаулар Ғылыми жоба жүргізу барысында Мақтаарал ауданында көптеген байқаулар тіркелгенін анықталды. Олардың тізімі жасалды. Жалпы саны анықталды. Сонымен қатар зерттеу жобамызда оларға қандай жаза қолданғанын анықтадық. Қолда 2-3 мал болған құлақтардың барлығы байсанып тәркіленуге ұшырады. Қорытынды. Осы уақытқа дейін ғалымдар Қазақстандағы тәркілеу науқанын зерттесе, біз соның ішінде ең алғашқы болып Мақтаарал ауданындағы байқауларды зерттеп, төмендегідей ұсыныстар жасаймыз. Жергілікті Жетісай мұрағатында өлкетану тарихына байланысты кейбір материалдар әлі зерттеуді талап етеді. Осыларды игеруге жол ашылып, өлке тарихына байланысты зерттеулер жүргізіліп, бірнеше томдық жинақ шығарылса, тарихшылардың иығындағы бір жүк десе енді деп ойлаймыз.